Merhaba arkadaşlar, sizlerмен birге мен Айдос, мен сіздерге бүгін біз оқып жатқан Tasari академиясына кішігірім экскурсия жасайтын боламын. Және де біздің сабақтар қалай өтіп жатыр, қанша айда біз түркше үйрендік, сол жайында әңгіме қозғайтын боламын. Сол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Біздің Tasari академиясы Измирдің центрінде орналасқан Қонақ районы, набережныйға жақын. Жақта транспорттың түрлі-түрлісімен келуге болады. Мысалы, мен үйден автобуспен келемін, остановкасы жақын, трамвайда жүреді бұл жерде. Және студенттер метромен келеді. Метро станциясы да алыс емес. Бірінші күндері олар төбесіндегі Tasari академия дегенді жазуды көріп, осының астынан іздеген входты, солай басында көп жаңылысқан. Сіздер де олай жаңылыспаңыздар. Негізі оның коды мына сол жақ бетінде, төбесінде де жазуы бар. Осы жерде бірінші есік, кіретін жері сол жерде. Ендеше ішін барып көрейік. Біз 5-ші қабаттамыз. Tasariға кіретін есік осы. Бізге карта берген, осы картамен кіреміз. Мына жаққа бұлай үгітіп. Мына жер біздің ресепшн, келген кезде всегда осы жерде апайлар күтіп алады, түрік апайлар. Мынау біздің кабинет. Әр күн осы жерде отырамыз, осы жерде сабақ оқимыз. Проектор бар, осы проектор арқылы видеолар қойып, кітаптардың беттерін қойып, осы проектор арқылы сабақ өтеміз. Біреудің кепкісі қойды. Арланның кепкісі ойлаймын, біреудің кепкісі қойды. Неше ертең келеді сабаққа, сол кезде ала салады. Ал мына жерде просто өйстіп отырамыз, өз-өзіңді бір қысқа уақытта өзіңді хан сезініп отырасың. Кеттік онда ары қарай. Мынау кішігірім сабақ өтетін жер, шалышма одасы. Бұраға 3 адамнан артық кіруге болмайды дейді. Ол, наверное, карантинге байланысты. Мысалы, қазір мына жақта басқа студенттер сабақ жазып жатыр. Тыныштықта ешкім ешет етпейді, өздерімен өздері. Бұл жерге кіруге болмайды, кеттік дальше. Ана жақта сабақ оқитын бөлмеде 3 қана адам отыратын болса, мына жаққа көп адам отыруға болады. Топ-топ келіп сабақ өтсеңіздер болады мына жерге, бірақ мен өз басым бұл жаққа кірмегенмін. Мераба, насылсыңыз? Ішіңіз қолай болсын, қолай келсін. Біз видео чекиyoruz YouTube'да. Тенефуста ең көп уақыт өткізетін жер біздің столовый, кантин. Қазір қап-қараңғы болып тұр, почему-то свет өшіріп. Біздің қожамыз. Мераба. Iyi akşamlar. Бізге өстіп тамақ істеп береді, арзан. Біз бұраға зат алған кезде ақшалай картамен төлеуге болмайды. Бұл жаққа да Tasari академиясының несімен, картасымен осының ішіне ақша салып, бухгалтериядан солай төлейміз ақшасын. Мына жаққа былай үкітесің, сөйтіп зат ала бересің. Тоже демалыс алаңы. Ар жақтан кофе алып алып, бұл жерде отырып, ішіп, демалып отырасың ашық жерде. Төбесінде жамыр жауғанға жауып қойған, негізі төбесі ашық болады, күн ашық кезде. Сол кезде далада отқандай сезінесің, таза ауада. Бұл bizim қожамыз. Al енді sizlerge sabah қалай өтеді, соны көрсетейін. Pozitif anlamda. Evet, ben bekarım. Benim adım Arvan. Ben Almatı'dan geldim. Ben 18 yaşındayım. Yaşındayım. Merhaba, benim adım Aydos. Ben 30 yaşındayım. Ben Kazakistanlıyım. Çok güzel. Kazakistanlıyım. Kazakistanlıyım. Evet. Benim 2 çocuğum var. Oo, gerçekten mi? Dur söyle. Ben Kazakistanlıyım.
Bu hata. Durma. Bravo. Alkışlıyoruz. Ayın kaçı? 28 Şubat. Bugün işe geldim. Mart 26. Senin? Aydos? 14'ü. 14. 14. Ekim. Ekim. 14 Evet. Ekim. Çok Evet. güzel. Kızım. Sana diyor. Uyku diyor. Doğru mu? Evet. Kilim bitti. Doğru. Pişti. Çalıştım. Ne? Piştim. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Günaydın. Cami değil. Pardon. Çıkabilir miyim? Olmaz. Ben Türkçe bilmiyorum. Ama doğru. Her zaman diyorum ben. Önce soğan ve sosis kavururum. Evet. 5 dakika. Otobüs bugün çok zaman uzun geldi. Uzun zamanda geldi. Neden? Uzun zamanda geldi. Neden? Bilmiyorum. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tutuyor süper. Uyuyor. Evet. Yes. Gidelim. Sen eşini bekliyorsun çünkü eşin öğlen, sen mesela sabah kursa geliyorsun. Evet. Neden? Çünkü benim çocuklarım var, onlara bakıyorum. Bakıyoruz, güzel. Biz sabah okuyan кезде бала-шаға кедергі болмасын деп мына жерге кішігірім ойын ғана жасап беріп жатырмыз. Отправить gönderiyor. Сохранить. Kayıt etmek. Петь. Pet. Петь. Şarkı söylemek. Spать. Uyumak. Siz de bu Murat ve sekreter gibi yeni bir diyalog yazacaksınız. Sen tipa o şuraya geldi. O bu. Uzak. Evet, çok uzaktı. O bu çok uzaktı. Evet, başlayın bakalım. Günaydın, ben futbol kursuna kaydolmak istiyorum. Oo, merhaba, sıkıntı yok. Yardımcı olayım. Futbol kursuna haftada kaç gün ders var? Haftada 7 gün. Türkçe öğrenmek için, tez öğrenmek için осы түрік тілімен көп сөйлесу керек. Bizde kış, yaz, sonbahar, o perşesi aynı. Aynı evet. Ama bizde sonbahar ay sonra soğuk olur. Soğuk evet. Devamlı konuşmak gerekiyor, pratik gerekiyor. Praktik gerek evet. Geçtik doğru mu? Geçtik. Gezdik. Gel buradan gidelim sabah. Buradan gidiyoruz. Bugün hava yağmurlu. Yarın da yağmurlu. İzmir'de. Yarın da mı? Yes. Hızlı. Uzun. Araba hızlı. Nasılsınız?
Nasılsınız? Nasılsınız? Siz futbol burada gösteriyor musunuz? Evet. Barcelona, Kiev. Evet. Var. Saat 11'de. 11'de. Evet. Doğru. Saat 11'de geliyoruz Tamam. burada. Biz 10 gün önce biz Tabii. ne zaman oynadık Bir hafta. FIFA? Bir hafta. Bir hafta önce. Bir 10 gün önce, bir hafta 10 gün önce biz FIFA oynadık. Ben bunu 5-0 kazandım. Ben PES biliyorum ben. PES biliyor ama orada PES olmadı mı? Oldu Biz da. oynadık PES. Oynadık. Ben Ama oradaki PES farklı. Hani PES'ten seni kazandım. PES'te orada PlayStation 5 ya. Onlar. PlayStation 5. 5'te öyle. Sen 3'te gel bana. Evet, bakalım. Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar güçlü durmaz. Kalanlar gidini kendini taşır. Çok güzel ama. Güzel. Oku bakalım. Seni seviyorum. Maniş kımıldanmaydı. Seni seviyorum. Bizde сабактар өте қызық өтеді, неше түрлі ойындармен, және де академия бізге мынандай тегін кітап берді. Бұл A1 бастапқы уровеньге. Бұл кітапты біз бітірейін деп жатырмыз. Алдыда бізге келесі уровеньдерге кітап беретін болады. Біздің қазір оқып жатқанымызға 1,5 ай болды. Ол уақыттың ішінде біз көп нәрсе үйрендік. Мен өзім бұдан алдын түрік тілін оқымағанмын. Осы жерде с нуля бастадым. Қазір мен кез келген жерге барсам, транслейт қолданбай, олардың айтып жатқанын түсінемін, және өзім оларға өтірік болса да сөйлеуге тырысамын. Müsait misiniz? Ben markete, ben 10 dakika konuşuyorum. Ben 10 dakika ben 10 dakika önce süt alacağım. Bu çek. Aldın. Evet aldım, süt aldım. Sütle bir sıkıntı var. Süt aldın? Evet. Ne sıkıntı var? Bana ne geliyor? Ben süt içmiyorum. Sen içiyorsun bak. Sütle bir sıkıntı var. Zamanı bitti. Evet, zamanı bitti. Zamanı bitti yani son kullanma tarihi. Zamanı bitti, o açtılar mı? Tamam be, zamanı bitti mi? Evet. Ben yeniyim. Son kullanma tarihi geçti diyeceksiniz. Evet, geçti. 2022. Sıkıntı yok. Alacaksın. Benim Benim senin. süt verin. Allah. Yine bir süt vereceksiniz. Neden süt vereceğim? Benim maaşım az. Burada 15 gün yapıyorum, 15 gün. Достар, алдыда бізде видеолар өте көп. Продуктының бағасы қанша? Мысалы, бізге осы жерге келместен бұрын қыс жазы о жақта фруктының бағасы өте арзан болады деп еді. Сол рас па, өтірік па? Еттің бағасы, қой етінің бағасы қатты қымбат деді. Сол қаншалықты қымбат, сол жайында толығырақ видео түсіретін боламыз. Күтіңіздер, бізбен бірге болыңыздар.